UGC, Threadsте UGC, Instagramға UGC. Бұлар жалпы немен айналысады, қалай ақша табады деген сұрақтарға бүгін жауап беретін боламыз. Видео басталды, қош келдіңіздер. Ал бисмилля бастайық. Менің есімім Мадибек, мен маркетологпын. Қазақстанда, Ресей, Түркияда бірнеше жобаларым бар. Осы каналда менің жобаларымның бірі. Ал кеттік, бастайық. UGC дейтін жалпы не? Қарапайым тілмен айтқан кезде адам жасаған контент қой, видео болсын, пост болсын. Жалпы мынандай, менің блогер болмасам да, миллион подписчигім болмаса да, мен телефон арқылы қандай да бір өнімді, продуктты жарнамалап, жасырын түрде жарнамалай аламын. Оған мысал ретінде келтіретін болсақ, сіздер Threadsте отырасыздар ғой, сол кезде бір адамдар Каспидегі заттарын, болмаса кітаптарын жарнамалап жібереді ғой. Мына жерден алдым, мына жерде сатылып жатыр екен деген сияқты. Осының барлығы адам жасаған контент. Осы арқылы бірнеше компаниялар осындай контент үшін адамдарға ақша төлеуге дайын. Бірақ та бұндай контентті жасаудың да бір құпия сырлары бар. Бұны біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Ал қазір келесі тақырыптарға көшейік. Нөмір 1. Адамдар қазір жарнаманы елемейді. Сіздің өзіңіз пропустить басып жібересіз, болмаса өтіп кетесіз. Бұл ғылыми дәлел. Қазір үлкен корпорациялар Amazon, Airbnb, Nike, Zara дегендер 70%, ойлаңыз, 70% клиентін осы UGC креаторлары арқылы әкеледі. Продажа сол арқылы. Нөмір 2. Психология. Ғылыми зерттеулер жүргізіліпті. 67%-дан астам адам біз көріп үйреніп қалған дәстүрлі жарнамаларға сенбейді екен. Ал кәдімгі қарапайым адамдардың айтқан сөздеріне, жарнамаларына 84% адам сенеді екен, ойлап көріңізші. Яғни жаңағыдай UGC контент 3 есе жоғары конверсия көрсетті. 3 есе. Нөмір 3. Қанша ақша төлейді? Ең қызығы, бұл салада әртүрлі ақша төлейді. $10 бастап, $100, $200, $1. Сіздің статистикаңызға байланысты просмотр, охват деген сияқты. Ең маңыздысы, сіз брендтердің, жарнама берушілердің тыздысына, яғни техникалық заданияларына, мысалы, осындай форматта видео түсіру керек, осындай форматта болу керек деген сияқты техникалық тапсырмаларына сай видео түсірсеңіз, пост, жарнама, әртүрлі соған байланысты сіздерге жарнама берушімен жаңа UGC креаторының арасындағы белгіленіп қойған ережелерге сәйкес ақшаларды алып отырасыз. Бір жерде ол 100.000 просмотрға $40 берілсе, бір жерде одан да көп. Әр жерде әртүрлі. Қазақстанға бұл әрине енді келіп жатыр. Бір компания бұны жақсы қолға алуда. Сондықтан баға жағына айтатын келетін болсақ, әртүрлі. Тіпті егер көп тапқыңыз келсе, шетелдік нарыққа шығу керек. Бірақ алдымен біз осы сабақта Қазақстан нарығын дұрыстап зерттейтін боламыз. Нөмір 4. Тапсырма. Мен сіздерге тапсырма беретін болам. Сіздер сол тапсырмаларды қарап, орындайтын боласыздар. Осы видеода біз әртүрлі сұрақтарға жауап бердік. UGC креаторлар деген кім, олар қалай ақша табады, оларға ақшаны кім береді деген сұрақтарға құттықтаймын. Бұл видеоның соңы. Енді сіздерге келесі видеода толыққанды видеолар қалай ату керек, Threads'тегі посттар қалай атады, Instagram, TikTok'та қалай ретке шығады деген сұрақтарға жауап берем, сіздерге примерлерді көрсетемін, мысалдарды. Сосын бірге практика жасайтын боламыз. Рахмет.